Балалар, бүгін 3-ші сынып математика сабағынан 81-ші тақырыпты өтеміз. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу, сәндік қолданбалы өнер. Бірінші тапсырма: көбейту қасиеттерінің әріптермен таңбалануына қара және өз мысалдарымен түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан. Бұл жерде сіздерге көбейтудің ережелері көрсетілген. Бірінші, көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті, екінші, көбейтудің үлестірілімдік қасиеті, үшінші, көбейтудің терімділік қасиеті, төртінші, көбейтінді санға бөлу. Біз келесі тапсырмаларды осы формулаларға қарап есептейтін боламыз, сондықтан дәптерге мұқият жазып, жаттап жүреміз. Кеттік, тапсырмаға көшеміз. Досыңмен ойна. Әр сандықшадан бір-бір өрнектен алып отыр. Олардың мәнін қос. Алынған өрнектерді жаз. 5 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгерді? Енді бұл жерде бізге сандықшаның ішін есептейтін боламыз. Бірінші, 100-ді 3-ке көбейтеміз. 300. 300-ге қосамыз 420-ны. 60-ға 7-ні көбейтсек 420 шығады. Екеуінің мәні тең болады 720. Осылай, мысалы 14-ті 10-ға көбейтеміз 140, 8-ді 5-ке көбейтеміз 400. Бұдан шығатын мән 540. 540 екіншінің мәні. Және үшіншінің мәні 5-ті 40-қа көбейтеміз 200, 5-ті 30-ға көбейтеміз 150. Тең болады бізде 350. Үшінші есептің мәні. Және бұл жерде сіздер ауыстырып көрсеңіздер болады. Мысалы 300-ге мына 400, мынаны қоссаңыздар болады. Мынаны қосып көрсеңіздер болады. Келесі тапсырма: үшінші есеп: өрнектердің мәнін тап. Олардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма? Бірінші, 15-ке 21-ді қосамыз 36, 36-ны 6-ға бөлеміз, тең болады 6. 120 қосу 20, 140, 140-ды 10-ға бөлеміз 14. Келесінің мәні 5, 35-ті 7-ге бөлеміз 5 болады. 360-ты 9-ға бөлеміз 40. 32-ні 4-ке бөлеміз 8. 300-ді 3-ке бөлеміз, тең болады 100. Балалар, бұл жерде біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз және жақшадан шыққан мәнді бөліндіге бөлеміз. Келесі тапсырма: әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап. Және бұл жерде де бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішіне шыққан санды бөліндіге немесе көбейтіндіге орындайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші есептің, мен сіздерге тек мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 500 болады. 8-ге 2-ні қосамыз 10, 10-ды 50-ге көбейтеміз, тең болады 500. Мына жерде 5. 500. Енді 30-дан 20-ны аламыз 10, 10-ды 4-ке көбейтеміз, тең болады 40. Бұл жерде 80. Ескеретін жайт, мына жерде барлығы көбейту болғандықтан бірінші жақшаның іші деген қағида жоқ. Барлығы бірдей амал болғандықтан қай жерінен бастасаңыз өзіңіз білесіз. Және мына жерде сондай. Бұл жердің мәні 70. Келесі 600-ге 300 қосамыз 900, 900-ді 3-ке бөлсек 300 болады. Тең болады 300. Тең болады 320. Келесі есептің мәні 50. 40-тан 30-ды аламыз 10, 10-ды 5-ке көбейтеміз 50. Келесі есептің мәні 10-ға 40-ды қосамыз 50, 50-ді 20-ға көбейтеміз, тең болады 1000 болады. Келесі есептің мәні 7 болады. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырмаға көшеміз. Шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар? Енді сіздерге бұл жерде 2 жолмен көрсетемін. Бірінші, 8-ге қосамыз 12-ні, 10-ы бөлеміз
бөлеміз 2-ге. Бөлу 2 тең болады. Бірінші 8-ді 2-ге бөлеміз. 4 және 12-ні 2-ге бөлеміз. Қосу 12-ні 2-ге бөлеміз. 6 тең болады 10. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы 8-ге 12-ні қосамыз 10. 8-ге 12-ні қосамыз 20. 20-ны 2-ге бөлеміз. 20 бөлу 2 тең болады 10. Бұл екінші жолы. Екі жолмен шығарған кезде де есептің мәні бірдей шығады. Келесі соңғы есеп көбейтудің қалай орындалғанын қарастыр. Үлгі бойынша есепте 46-ны 10-ға көбейтеміз. 460. 460-дан 46-ны аламыз. 414. Осылай шығарамыз. 20-ны 19-ға көбейтеміз. 380. Және 20-ны мына жерде 20-ға көбейтеміз. 400. 400-ден аламыз 20-ны 380 шықты. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.